болсын. Іші жанға, сырты малға толсын. Бөлек шыққан қалай екен? Көзіңнің жасы тиылыпты ғой. Ал, берекелі болсын. Ал, олай болса, тұсаукесерімізді бастайық. Әрпіш. Мама, біз Алиханды қалаға алып кеткіміз келіп отыр. Не? Бала керек болса, екіншісін өздерін туып алыңдар. Ол атасы мен әжесінің баласы. Ой, тоқта! Балаларыңды алып кетіңдер. Қалаға беріп жіберген несі? Орта есін дұрыс па? Олар деген балаға қарай алмайды. Қарай! Отыр үйде. Қалаға бара жатырмын. Анализ тапсырам. Кіммен барасың? Шолпанмен барам, басқа кіммен барам? Сен осы әулеттің дардай келінісің. Үйде ата-енең бар, олардың шайы бар, тамағы бар. Енді кім барады қалаға? Құдай-ай, Құдай, тағы да мен баратын болдым ба? Осыдан сол баланы күштеп алып келетін болсаң, үйге кіргізбей. Құдай сақтасын. Масқара ғой мыналар. Айтпаңыз, мама. Мен де бірінші рет көріп тұрмын аталардың сізді. Ой, салт дәстүрден садаға кеткірлер. Ертең мына бала мынадай ортада қалай өседі? Мен немеремнің аналар сияқты дүбара болып өскенін қаламайды екем. Ұрығыңыздың белсенділігін тексердік. Ішесіз ба? Ачо, бәрі мас па не? Бала қайда? Қалыңырақ киіндіршеш. Сен қандай анасың? Саған, өзіміздің баламызды өзіміз қарайық та. Мама? Оша, сен мына қатынар ұйықтамаған ба? Мама! Туғаннан бері өзім қарап келе жатырмын. Маған әбден үйреніп алған. Тамағын берем, атқа мінет. Ауылда өскен бала жаман болмайды ғой. Ит па? Мынаған біздің ауылдың мысалдары көрсе ұрып өлтіреді шығар.